Бәріне сәлем, құрметті достар. Бүгінгі видеода асқазан ауруын, гастрит, асқазан ойық жарасы 12 ішек ауруларын емін өзім жасап көрсететін боламын. Ал сіз оған дейін каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Қазіргі адамдардың көбісі асқазан ауырады, сондықтан да олар да біліп жүрсін, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Мен өзімнің тәжірибемнен өткен әдіс бұл. Өзімнің асқазаным ауырып жүрді, құсып, жүрегім айнып, асқазан тұсым ауырып солай жүрді. Сосын өзім шланг жұтуға бардым тексерілуге. Маған гастрит, эрозиясы деп жазып берді. Өзім үйден емделуді шештім. Осы шикі картоппен өзім үйден бір апта емделдім. Қазір ауырмайды, жақсы. Үйден емделмей тұрғанда ауырып жүргенде хелофорт іше беретінен қайта уақытша басады да қайттан ауырады. Мына шикі картопты жегелі көптен бері асқазаным ауырған жоқ. Бастап осы картопты жегенде бірінші күндері бір картопты жарты сағат әрең жедім. Содан кейін уже екінші, үшінші күндері кішкене маған жеңілдеу болды. Дайындалуын айтайын. Яғни ол үшін біз шикі картопты аламыз, біреу немесе екеу. Сосын оны теркадан өткіземіз. Сыртын ашып алып, теркадан өткіземіз. Сосын күнде таңертең аш қарында жейсіз. 1 сағат тамақ ішпейсіз, жеп болған соң. Аш қарында 1 сағат тамақ ішпейсіз. Сосын тамақ іше беруіңізге болады. Бұл әдіс деген гастритке 1 апта осылай жасаңыз. Ойық жараға 10 күнде ішіңіз, 10 күнде жеңіз. Видео пайдалы болса, достар, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Және достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі видеода қант диабеті туралы айтатын боламын. Сау болыңыздар.